бізге берілген тапсырмамыз ол қазақтың ауа райын болжауы деген тақырыпта эссе жазып келуге болғанбыз. Біз қазір сол әр топтан бір оқушылар шығып оқып эссемізді таныстырып өтейік. Яғни бірінші топтан кім шығып оқиды екенбізге? Нұрасыл? 11-ші тапсырма. Халқымыз табиғат тылсымын ерте заманнан ақ түсініп, оны өзінің тұрмыс тіршілігіне қажет етіп қолдана білген. Солардың бірі халықтың ауа райын болжау тәсілдері. Қысы-жазы далалық өмірде тіршілік еткен халқымыз өздері тұрған өлкенің табиғи ерекшелігі мен құпиясын терең білгендігі сондай айсыз түнде жұлдызға қарап жол тауып құс, жан-жануар, құрт-құмырсқа тіршілігіне зер салып ауа райын күні бұрын болжап ерте қам жасап отырған. Өте жақсы, жарайсың. Екінші топтан Арулай оқиды. Қазақ халқы ерте заманнан ақ ауа райын болжаған. Бұрын күн сәулесін бұлттарды және басқа да табиғат құбылыстарынан бақылау арқылы болжаған. Табиғат құбылыстарының айналып келіп салуын, күн мен түннің, жыл мезгілінің, ай жануалануының алмастырып отырудың қадағалау қазақ халқының тұрмыс тіршілігі үшін маңызды зор болған. Себебі ауа райына байланысты олар өз жұмысын атқарған. Мысалы, мал төлдету, соғым сою, егін салу және тағы да басқа. Осыған байланысты біздің халқымыз ертеден ақ жеңіл өз арқылармен ауа райын болжаған деген тұжырымға келген. Өте жақсы, жарайсың. Ал Пакизат? Қазақ халқының ауа райын болжауы. Қазақ халқының ауа райын бұрында әртүрлі тәсілдермен болжаған. Мысалы, аспанда қара бұлт төсесе жаңбыр жауады. Ежелде қазақ халқы құстар мен жан-жануарлардың тыныс тіршілігіне қарап ауа райы қандай болатынын біліп отырған. Олар мысалы жылқы топтаса шауып, кесінесі ойнақтай болатын болса, бастаса күн кешікпей күн суытып, ызғар не болмаса жаңбыр жауады деп есептеген. Ол кезде синоптиктар болмаған. Бірақ өйтіп ауа райын болжаудың өз жетіспеушіліктері де болатын. Мысалы, олардың болжауы дәл болмауы да мүмкін болатын еді. Өте жақсы, жарайсың. Сонымен біздегі жаңағы эссені оқыған балаларға мен жақсы өзімнің жарадың берен еңбек етіпсің деген, ойын керемет, әдемі жазыпсың деген мына жерде өзімнің тілектерімді білдіргім келеді. Бүгінгі жауабым өте дұрыс, орынды болды деген комментарий айтқым келеді. Балалар, енді келесі тапсырмамызға назар аударайық. Бұл 5 қадам стратегиясы. Мына жерде қарап отырсаңдар табан іздері тұр балалар. Осы жерге шығып, қазір әр топтан бір оқушы шығып, біздің осы ауа райында кездесетін құбылыстарға мінездеме береміз. Мысалы, мына жерде қарап отырсақ, бірінші топ оқушылары ауа райына 5 сөзбен мінездеме береді. Так, Мартин келе ғой тездетіп. Тез айтамыз да, отыра қаламыз, иә? Ауа райы ыстық болады, суық болады және жаңбырлы, қарлы және боранды болады. Өте жақсы. Ал екінші топ суға 5 түрлі сөзбен мінездеме береміз. Арман келе ғой. Иә. Су ыстық болады, суық болады, мөлдір болады, толқынды және ащы. Өте жақсы, жарайсың. Келесі үшінші топ жерге байланысты тез 5 сөзбен мінездеме береміз. Ислам келе ғой. Жер қатты болады, Басымыз көтереміз. жер қатты болады, тасты болады, құмды болады, орманды болады, сазды болады. Өте жақсы, жарайсың. Ал енді соңғы біздің табиғатта кездесетін құбылыс ол жел. Желге байланысты 5 құбылыс, 5 сөзбен мінездеме береді Алима бізге. Алима келе ғой, тездетіп. Жел самал болады, ызғарлы болады, боранды болады, құмды болады және қоңыр жел болады. Қоңыр самал жел болады, иә? Жақсы, балалар, енді мына жерде сендерге осы жаңағы айтқан құбылыстар, климат туралы айтып жатырмыз. Осыған байланысты мына жерде суреттерді көріп тұрмыз, иә? Әрбір суретке бір түсінік сөз береміз. Бірінші топ бірінші суретке, екінші топ екінші суретке түсініктеме береді, үшінші топ үшінші суретке түсініктеме беріп өтеміз. Бірінші топ тез
Мына жерде ненің суретін көріп тұрмыз, Жанель? Мен бұл жерде қураған ағаштың суретін көріп тұрмын. Бұл жерде ауа райы өте ыстық деп ойлаймын. Өте жақсы орынды. Келесі, ал Аруай? Менің ойымша бұл жерде ағаштың тамыры су іздеп ұзын болып өскен. Бұл жер ылғалды жер деп ойлайсың сен, иә? Жақсы, келесі, үшінші топ Алан айта ғой. Біз шөл далада құрғақшылықта өсіп тұрған кактус көріп тұрмыз. Яғни бұл жер шөл дала деп айтуға болады екен, иә? Өте жақсы балалар. Сендердің айтқан ойларың мен үшін өте маңызды. Қазір назарларыңызды мына бейнероликке аударамыз. Бұл жерден біз не көріп тұрмыз, сол бойынша ой түйіп келесі тақырыбымызға көшетін боламыз. Одан кейін жаңа ауа райында болатын түрлі құбылыстарға, сұрақтарға жауап бердік, мінездеме бердік. Енді олай болса, бүгінгі сабағымызда сендермен біз не туралы сөз қозғаймыз деп ойлайсыңдар? Мадина, тақырыбымызды болжап көрейікші. Менің ойымша біз бүгінгі тақырыпта ауа райының өзгеруі туралы, климаттық өзгерістер туралы өтеміз. Өте жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттық өзгерістер деп аталады екенін тақырыпта көріп тұрмыз балалар. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, ол біздің жаңағы мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, жалғаулар мен шылаулардың өзіндік ерекшелігін ажыратып, орфографиялық нормаға сай дұрыс жаза білу, қолдану. Түсіндік па? Осы мақсатқа жету үшін бүгін сендермен біз жұмыс жасаймыз. Енді балалар, сендерде оқулықтарында 4-ші тапсырма берілген. Осы тапсырмада климаттық өзгерістің зардаптары деген мәтін бар. Мәтінді тез көз жүгіртіп, 2 минутта оқып шығамыз. Мәтінді оқып болған болса, онда осы мәтін бойынша проблемалық сұрақ құрастырамыз. Енді ол проблемалық сұрақты құрастыру үшін түскі формат айлары бұл біздің сабағымызда біз қазір бұлың темірағына салу арқылы өзіміз әр топ өз тобынан бір эколог маманын және журналисті сайлап, осы мәтін бойынша журналист проблемалық сұрақ құрастырады, ал эколог мамандарымыз осы проблемалық сұрақтағы көтерілген мәселеге жауап беретін болады. Олай болса іске сәт, барлығымыз енді мәтін бойынша проблемалық сұрақ пен жауабымызды дайындаймыз. Енді осы жерде ескере кететін жағдай, дескриптіруге назар аударамыз балалар. Мәтін бойынша проблемалық сұрақтарды дұрыс құрастыра алғандарың үшін 1 балл беріледі. Мәтіндегі көтерілген мәселені жақсы түсінеді дейді. Эколог маманымыз бар бәріміз бірге. Онда тағы 1 балл аламыз. Және сол мәселені дәлелдеп айту үшін нақты дәлел осы мәтіннен алып келтіріп айтамыз. Сол үшін тағы 1 балл беріледі. Сонда барлығы 3 баллмен бағаланатын боламыз. Балалар, енді барлығымыз мына журналист, эколог мамандарымыздың бәріміз бірге сұрақтарымыз бен көтерілген мәселені таптық деп деген ойдамын. Олай болса, мына 1-ші топтағы журналист маманына сөз кезегін берейік, өзінің проблемалық сұрағын бізге оқып берсін. Арктика мұздығының еруі мүмкін. Егер мұздықтар еритін болса, аймақта қандай мәселе орын алмақ? Ал осы проблемалық сұраққа біздің эколог маманымыз қалай жауап береді екен? Арктика мұздығының еруі аймақта температураның көтеруіне және теңіз деңгейінің көтеруіне әкеліп соқтыруы мүмкін деп ойлаймын. Өте жақсы, жарайсың, Еркебұлан. Ал енді 2-ші топтың журналист және эколог мамандарына сөз кезегін бергім келіп тұр. Бұл жерде қандай проблемалық сұрақтар туындады екен? Біздің журналистердің сұрағын қойса, Асылым. Жаңбырдың басы тамшы, арты қамшы деп қазақ атам айтып кеткен. Бұл мақалда қандай астарлы ой жатыр? Ал эколог маманымыз не айтады екен? Менің
қателесуі мүмкін, бірақ қазіргі кезде көптеген жауын-шашынның кесірінен бірнеше елдерде су тасқыны болып жатқаны бәрімізге де мәлім. Иә, яғни көп жаңағы жауынның да салдары бар екен, иә. Өте жақсы. Ал енді үшінші топ тапсырмасына келетін болсақ, бұл жердегі біздің журналист маманымыз қандай проблемалық сұрақты қойып отыр екен? Ғаламдық жылынудың жаңбырдың жауынына әсері қалай болар еді? Менің ойымша, ғаламдық жылынудың әсерінен біздің өмірімізде жауын-шашын азаяды, және де жер асты суы азаяды, теңіздер ластанады, егінді суаратын Су тапшылығы орын алады. Өте жақсы, жарайсың, отыра қойды. Ал балалар, сонымен біз мәтін бойынша проблемалық сұрақтарымызды құрастырып, оған біздің эколог мамандарымыз өз деңгейінде жауап берді деген ойдамын. Олай болса келесі тапсырманы орындауға көшеміз. Әр жауап берген оқушы өзіндік балдық шкаласына, өз тапсырманы орындаған деңгейіне қарай, мына жерден біз балымызды белгілеп отырамыз. Бұл жерде біз 3 балдық балмен бағалаймыз өзімізді. Келесі тапсырмамыз айтылым тапсырмасы. Бұл жерде иә немесе жоқ деген жауаппен бір ғана сөзбен айтамыздар, және орфографиялық нормаларға сай жазылып тұрма. Бұның себебі неде? Неге сен жоқ дедің, неге иә дедің, соны түсіндіріп бір сөзбен айтып өтеміз жауабымыз. Олай болса, мен қазір барабанды шертемін, сендер сол бойынша мысалға көңіл бөліңдер. Аптап, ыстық пен қуаңшылық. Пен дегеніміз шылау. Мармен. Себебі шылау ол сөзден бөлек жазылады, ал жалғау ол сөзбен бірге жазылады. Өте жақсы, жарайсың. Мұхиттар мен теңіздер. Ары қарай, Алима. Бұл жердегі шылау. Шылау, иә, себебі шылау бөлек жазылады және лексикалық мағынасы болмайды. Өте жақсы, отыра ғой. Ауыл шаруашылығымен айналысқан. Мен жалғау, айқын. Мен жалғау, иә. Себебі бұл жалғау сөзбен бірге жазылады. Бірге жазылады, өте жақсы, жарайсың. Енді балалар, келесі тапсырмамызға көшеміз. Келесі тапсырмамыз бізге жазылым тапсырмасы. Ол сендерге 8-ші тапсырма. Бұл жерде біз ғаламтордан алынған жаңағы мәтіннен үзінді сөйлемдер беріп тұрмын. Соның ішіндегі 4 сөйлемді сендер жалғауы бар сөйлемдерді бөлек бір бағанға, шылауы бар сөйлемдерді бөлек бір бағанға жазасыңдар. Яғни біз Т кестесіне салып жазылым тапсырмасын орындаймыз. Бұл жерде балалар сендерге 4 балл беріледі. Себебі біріншіден шылауы бар сөздерді ажыратады, жалғауы бар сөздерді ажыратып жазалады, орфографиялық нормаға сай ерекшеліктерді оқушы біледі деп, және сауатты қатесіз жазады деген дескрипторге сүйене отырып жазылым тапсырмасын орындаймыз. Дәптерімізді ашып, төндіретін тапсырманы жазамыз. Тапсырмасын орындап болсақ, онда бірінші топтан бастап жазылым тапсырмасын тексеріп өтеміз. Жалғаулар мен шылаулардың орфографиялық нормаға сай дұрыс жазылуын бізге қазір Бекзат және Жанел оқып береді. Ал Бекзат бастай ғой. Ғаламдық жылыну құрлық пен мұхиттың ылғалын ауаға ұшырады. Бұл шылау, полярлық климат өзінің суық температурасымен ерекшеленеді. Бұл жалғау. Өте жақсы, жарайсың. Тамаша, сен бүгін мені таңғалдырдың, Бекзат. Жақсы. Температураның жоғарылауынан өсімдіктер мен жануарлар қысым көреді.
Бұл шылау себебі мен бөлек жазылды. Олар климатпен сипатталады. Бұл жалғау себебі ол бірге жазылады. Өте жақсы. Және сенің еңбегің бүгін жемісті болды. Жарайсың. Ал екінші топ тапсырмасына келетін болсақ, бұл жерде маған Алихан және Мадина оқып берсінші. Алихан бастай ғой. Климат жайлы көбірек білгісі келе ма? Ауа райы әр жерде әртүрлі бола ма? Ол фильмде шылауларға жатады. Себебі не? олар бөлікке Жазылады. Бөлек жазылады. жазылады. Жақсы. Жасай алатын, сенгенің сенің Алихан. Мадина. 1. Өсіп тұрған ағашты сындырма. Ауа райы салқындаса егін екпе. Бұл жерлердегі ма-пе жалғаулары, олар сөздеріндегі жалғаулар, ол жалғау болып саналады, себебі олар сөзге қосымша болып жалғанып. Өте жақсы. Тамаша, бағытың дұрыс, Мадина. Ал келесі үшінші топтың тапсырмаларын тексереміз. Бұл жерде маған оқып береді Бакизат және Меруерт. Әлем бойынша тау мысықтары да келіп келеді. Арктикада да жағдай мәз емес. Бұл сөйлемдер шылау арқылы жасалған. Себебі шылау сөзбен сөзді байланыстырып, лексикалық мағынасы жоқ. Жарайсың. Қолыңнан келетіне сенген Меруерт. Жалғау арқылы жасалған сөйлемдер. Ал құрлықтың орталығында климат құрғақ. Қазақстанда климат ерекшеліктері әралуан екендігі байқалды. Бұл жерде? Бұл жерде жалғау. Тырысып едің Бакизат, қолынан келді. Сенімдірек болуыңды тілеймін. Балалар болса, бізде сабағымыз соңына да жетіп қалған екен. Енді сендердің алдарында бағалау шкаласын ұсынған болатынмын. Әр оқушы өзінің тапсырмасын орындаған сайын балдарын дискрипторге сүйене отырып, қойып отыр деген ойдамын. Ал енді өзімізді қанша бал алғанымызды айтып бағалап шығамыз. Қазір Мариям, сен неше бал алдың? Бірінші тапсырма бойынша 3 бал деп бағаладың. Екінші тапсырма бойынша 5 бал деп 2 бал деп бағаладың, Сонымен сенде жалпы 5 бал болып тұр, Бірақ сенің белсенді болғаныңа қарай отырып, мен саған тағы 2 бал қосып, 7 бал деп айтар едім. Бекзат, сен өзіңді қалай бағаладың? Неше балмен бағаладың? Жаңа тапсырманы сөйлемді өте жақсы орындадың, 4 бал. Үй тапсырмасында эссені тағы орындап келдің, 3 балың бар. Сонымен сенде бүгін 7 бал, өте жақсы жарайсың. Жанел, сен неше балмен бағалап отырсың өзіңді? Мен бірінші тапсырма бойынша 3 бал, және тақтадағы сурет бойынша 2 бал қостым, және жаңағы 8 тапсырма бойынша тағы 3 бал қостым. Сонда мен 8 бал. Өте жақсы жарайсың. Ал енді мына жақтағы топқа келетін болсақ, Алима, сен өзіңді қалай бағаладың? Бірінші тапсырма бойынша 3 бал, екінші тапсырма бойынша 2 бал, 5 бал, және соңғы тапсырма бойынша 4 бал, 9 бал. Өте жақсы жарайсың. Мадина, сен өзіңді қалай бағаладың? Мен өзімді жаңағы журналистика бойынша 4 балмен, журналистика бойынша 3 балмен, тапсырма бойынша 4 балмен, және де тақырыпты болжау бойынша 1 балмен. Сонымен сенде барлығы 8 бал болды. Өте жақсы, өзіңді әділ бағалаған екенсің. Келесі топ оқушыларына Меруертке сөз бергім келіп тұр. Өте белсенді қатысқан оқушылардың бірі бүгінгі сабақта. Мен өзімді 7 балмен бағаладым, себебі мен журналист ретінде сөйледім, және де оған 3 бал, және тапсырма орындағанға 4 бал. Және бүгінгі сабақта белсенді қатысқаның үшін тағы 2 балың бар. Сонымен сенде 9 бал бүгінгі қаржығанда. Бакизат, сен де бүгін белсенді өте жақсы жұмыс жасадың. Жұмысына қанша? Үй жұмысына 3 бал дегенбіз. Үй жұмысына 3 бал, жаңағы шыққаным үшін 2 бал. Қай тапсырма бойынша? 8-ші тапсырма. Жазылым тапсырмасы бойынша 2 бал. Сонымен сенде барлығы 5 бал болып тұр. Балалар өте жақсы. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, енді рефлексия жасасақ. Міне тақтада сенде де пирамида тұр. Пирамидаға қарасақ, бірінші есте сақтауға тұрарлық бір ақпарат бүгінгі сабақ бойынша. Екінші, сіз білгіңіз келетін 2 ақпарат. Қандай нәрсені сізде тағы білгіңіз келеді? Сіз бұрыннан білетін ақпарат бүгін. Неше 3 ақпарат болды? Қандай 3 ақпарат болды? Одан кейін сіздің жаңадан үйренген 4
нәрсеңіз не болды бүгінгі сабақта? Міне соны тез ой қорытып, айтып сабағымызды қорытындылаймыз. Балалар айтамыз. Дайын болса, бірден сөйлей беруімізге болады. Ал Алима? Есте сақтауға тұрарлық жалғаулар мен шылаулардың айырмашылықтары. Жалғаулар бірге жазылады, шылаулар бөлек жазылады. Өте жақсы. Сіз білгіңіз келетін екі ақпарат. Кім айтады екен? Бекзат? Бағана суретте көрсетілген климат аймақтарында қандай тіршілік көздері, жан-жануарлар өмір сүретінін білгім келеді. Өте жақсы. Тағы да. Енді ары қарай бұрыннан білетін үш ақпарат. Қандай бұрыннан білетін үш ақпарат кездесті бүгінгі сабақ өне бойынан? Ал Алима? Ауа райы түрлері, жер түрлері және судың түрлері. Сен бұрыннан білетінсің, ол ақпараттар туралы. Ал шылаулар мен жалғаулар туралы ақпаратты бұрын білмейтін бе едік, балалар? Асылым? Бұл ақпараттарды біз бұрыннан білетінбіз және де бұны қайта пысықтадық, бүгін? Өте жақсы, жарайсың. Ал енді бүгінгі сабағымызда жаңадан үйренген 4 ақпаратты айтыңдаршы. Қандай 4 ақпарат сіздерге жаңа болды бүгін сабақта? Аяулым? Сен үшін? Мен бүгін өзімді эколог болып сезініп көрдім. Эколог мамандардың осы климаттық өзгерістермен тікелей жұмыс жасайтындығын. Тағы да? Ал Еркебұлан? Бұл журналистің сұрағына жауап беріп эколог болып өзімді сезіндім. Өте жақсы. Тағы да? Ал Асылым? Мен бүгін климаттың өзгеруінің кесірінен қандай адамдарға, тіршілік иелеріне қандай зардаптар әкелетінін білдім. Өте керемет. Мадина? Мен бүгінгі сабақта қазіргі кезде экологтар табиғатқа керекті заттарды зерттеп, соны халыққа жеткізіп жатқанын үйрендім. Білдің бүгін, иә? Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға белсене қатысып, өздерінің осы білім алаңында зейіндеріңді шоғырландырып, өз білімдеріңді шыңдағандарың үшін мен сендерге көп рахмет алғыс айтамын. Алдағы күндеріңе тек қана сәттілік тілеймін. Осымен сабағымыз аяқталды.